Біз бүгін мұқаддима кітабын ары қарай жалғастырамыз. Алдында тарих және көптеген ақпараттар, тарихи деректердегі көптеген қателіктер, жалған ақпараттар және олардың еніп кету себептері туралы автор тоқталған. Енді тарихшылар мұндай қателіктерге, жалған ақпараттарға қалай жол беріп қойды деген кезде тарихшы қандай болу керек деген біршама мәліметтер береді. Тарихта көптеген қиын осындай жалған ақпараттардың негізінде тарихта, жалпы қоғамда көптеген түсініксіз нәрселер қалыптасады дейді. Сондықтан тарихшы қандай болу керек деген кезде ол айтады. Сол себептен бүгінгі күнде тарих саласымен шұғылданатын адам саясат қағидаларын, бар нәрселердің негізгі табиғатын, халықтар, елді мекендер, замандарға тиесілі ерекшеліктерді, халықтың өмір сүру өлшемі, мінез құлық ерекшеліктері, ғұрып әдеттері және басқа арасындағы айырмашылықтарды жақсы білу керек дейді. Қазіргі жағдайлар жайлы толық білімге ие болуы, әрі өткен тарих пен бүгінгі күннің ұқсас тұстары мен ерекшеліктерін салыстыра білу қабілетіне ие болу керек. Ол белгілі жағдайларда ұқсастық себептерін, басқа жағдайларда айырмашылық себептерін ажырата алу керек. Ол мемлекеттер мен халықтардың шығу тарихын, олардың пайда болу себептерінің мәнін білуі, әрі оларды қолдап қуаттайтын тұлғалардың жағдайын, тарихты түсіне білу керек. Әрбір оқиғаның себебі жайлы толық түсінікке ие болуы, әрбір тарихи әрекеттердің негізінен хабары болу керек. Кейін өзіне жетіп келген мағлұматтарды тарих ғылымының қағидалары мен тарихтың негізінің аясында саралай алуы керек. Егер осы қағида талаптарын сай келсе, демек ақпарат ақиқат. Ал егер мүлде сай келмесе, ол ақпараттарды тарих деп атап, деректермен шұғылданудың әуре болмау керек дейді. Яғни бұл жерде тарихшы кез келген нәрсені өзінің заманымен емес, өткен замандармен де салыстыра алуы керек дейді. Осы ақиқатты анықтау қағидалар арасында тарих ғылымы көне заманнан бері жоғары бағаланады. Сол себептен де Табари, Бұхари, олардан бұрын өмір сүрген Ибн Исхақ, тағы басқа тарих ғалымдары бұл ғылыммен өте терең шұғылданды. Көптеген тарихшылар тарих ғылымының сырын ұмытып қойған, нәтижесінде ол жай ғана ақымақтардың шұғылданатын ермегіне айналып қалды бүгін. Тіпті тарихта еш оқитын, білмейтін қарапайым адамдар тарих жайлы сөз айтып, өзгелерге тарихты үйретіп, өз бетінше ізденіс жасаса, теріс тұжырымдар жасауы тарих пәнінен жаңа шақырылмаған қонақтар секілді болады. Нәтижеде жалған ойдан құралған ақпараттар ақиқатпен таласып кетеді. Әсіресе бүгінгі таңда біздің қоғамда әртүрлі ұлттардың, рулардың тарихтары туралы айтылған кезде түрлі жалған ақпараттар толассыз кетеді. Ежелгі парсы халықтары, сириялықтар, набетилдер, тубалар, Бани Исраил, қыбытилар пайда болған кездері болған. Олар ертеде өздерінің басқарушы әулеттері, өз аймақтары, өз саясаты, тамақ әзірлеу мәдениеті, тілдері, ғылыми атаулары, сондай-ақ өзара қарым-қатынас негіздері, мәдени құрылымы арқылы ерекшеленеді. Мұны ассириялық жазбалар растайды. Олардың орнына кейін парсылар, византиялықтар және арабтар келді.
ескі жүйелер өзгерді, көне атаулар өзіне ұқсас жаңа атаулармен өзгерді, мүлде басқаша аталып кетті, кейін ислам келді дейді. Чә-әл-исламу тағы да бірнеше жүйе өзгеріске түсті, көп қалалар жаңаша ерекшеліктерге ие болды, әрбір жаңа буын өзінен кейінгі ұрпаққа мирас аманатын қалдырды, соңғы араб билеушілер дәуірі де аяқталды. Күш-қуаты тасып тұрған араб билігі де келмеске кетті, билікке басқа халықтар, шығыста түріктер, батыста барбарлар, солтүстікте франктер қолына өтті. Олармен бірге кейбір халықтар түгелдей жоғалып кетті. Өмір сүру жүйесі мен әдет-ғұрыптары өзгерді, олардың атақ-даңқы ұмытылып, әрі билік нұры сөніп жатты дейді. Әрбір ұлттың әдеті оның билеушісінің әдетіне тиесілі екені, әдеттердің өзгеруі ең кең тараған себеп есептеледі. Яғни, қандай бір тарихи оқиға айтса, мысалы қазіргі орта ғасыр туралы айтса, ол кездің әдет-ғұрыптары қазіргіден мүлде бөлек. Орта ғасырлық оқиғаларды қазіргі түсінікпен түсіну мүлде қате. Сол кездің ерекшеліктерін білу керек дейді. Баршаға белгілі хикмет сөз айтылғандай дейді. Ән-насу аля динул малики. Адамдар билеушінің, яғни патшаның дінінде болады дейді. Яғни бұл жерде айтып отқаны, патша келіп жаңа дәстүрлер енгізеді, жаңа заңдар енгізеді. Ол қоғамға дәстүр болып еніп кетеді. Саяси талантқа ие болған кісілер билеуші елді жеңіске жеткізіп билікті иеленгенде, әлбетте өздерінің алдыңғы әдеттер мен тәжірибелерді қолданады. Олардың көпшілігін қабыл етеді, сонымен қатар өз нәсіліне тиесілі әдеттерді де ескі әдеттерге кейбір айырмашылықтарды алып келеді. Яғни өзінше жаңа әдеттер енгізеді. Үкіметті басқа әулет егеленгенде, ескі әдеттер жаңа әулеттің әдеттерімен араласып кетеді. Айырмашылықтар тағы да арта түседі. Соншалықты жаңа әулеттер бірге бірнеше әулеттер арасында айырмашылық екінші мен бірінші ортасында айырмашылықтан айтарлықтай басқаша болады. Айырмашылықтар баяу уақыт өте келе бастайды, яғни басында байқалғанмен кейіннен көп өтпей өзгерістер көзге көріне бастады. Соңында олар мүлде басқаша әдеттер мен басқаша өмір жүйесіне айналады. Әрбір буын билік пен басқаруды баяу өзгерістер жасап отырады екен. Әдеттер мен жүйелер өзгеру ешқашан тоқтамайды. Басқаларға еру мен еліктеу әрі өзін ерекшелеу адамзат табиғатына тән құбылыс. Олар қателіктен еш сақталған емес. Ұмытшақтық пен немқұрайлық адам мақсатын алаңдатады әрі оны өз жолына ауыстырады. Көбінесе өткен тарих жайында көп нәрсе естіген кісі қоғамда өзінің өзгергенін байқамайды. Ол бір қарап санасына келген білімді тарихи мәліметтерге жүзеге асырады. Яғни өзінде бар біліммен ғана салыстырады. Мысалы, билік туралы айтса, адамда қазіргі билікпен түсінеді. Ол бір қарап білімді тарих мәліметтерге жүзеге асырады. Бұл мағлұматтарды өзі бақылаған нәрселермен салыстырады. Дегенмен олар ортасында айырмашылықтар үлкен болады. Нәтижеде бұл қателіктер ортаға шығады. Мысалы, бір тарихи оқиға туралы айтып жатсам, ел билеушісі, сол ел билеушісін қазіргі президенттермен салыстырып бастайды. Ол кездің жағдайы, тарихи ерекшеліктері туралы тоқтала бермейді дейді.
Бұл жағдайда мысал ретінде Хажаж ибн Жүсіп жайындағы ақпараттарды мысал келтірейік дейді. Олар оның әкесі бала оқытып тәрбиелейтін мұғалім болғанын айтады дейді. Мысалы, Хажаж ибн Жүсіптің әкесі мұғалім болды десе, бұл кейінгі тарихтарда мұғалім деген жаңа дәрежесі түсіп қалған адам. Сонда ол сол патшаның әкесі бола тұра мұғалім болған ба сонда деген сияқты түсініктер болады. Себебі ол заманда мұғалім өте қадірлі болғандығын олар тарихтан біле білмейді. Қазіргі күні оқытушылық көп қолөнердің, жаңағыдай көп білім кәсіптің түрі ретінде өмір сүрудің табыс көзі ретінде танылады. Қазір білім оқытушылық табыстың бір түрі ретінде танылады. Ол күнде билеуші элитаны қолдаушы күштердің құрметінен өте алыс қалған іске айналған еді. Бүгінгі күнде жаңағыдай оқытушылық элитадан алыстап кеткен. Бүгінгі мұғалімдер әлсіз, кембағал болып, олардың тамырымен қоса суырып алынған. Өнер білімнен көптеп әлсіз кәсіп иелері өз армандарын жүзеге асыру үшін орынсыз болған лауазымдарға иелуге ұмтылады, әрі оны саланы басқару оңай деп есептейді. Ашкөздік қалаулары оларды өте алысқа алып кетіп, қолдарынан жетелеуге дайын тұрған арқаннан ажырап, апатты жағдайға душар болады дейді. Себебі ертеде мұғалімдер, оқытушылар билікке араласатын баяғыда. Кейін мұғалімдер деген шетке ысырылып қалған дейді. Олар соншалықты еңбекқор, білім жолы екенін, өмірді қамтамасыз ету үшін еңбек ететін адамдар екенін түсінбейді. Олар исламның алғашқы дәуірлерінде умауилер мен аббасилер буынының билігі кезінде білім алу мүлде басқаша болғанын білмейді. Ол заманда білім бір кәсіп емес еді. Білім заң шығарушы Мұхаммад алейхиссалам айтқан сөздерін естіп, оларды өзгелерге жеткізу, әрі діни мәселелерді білмейтіндерге оны ауызекі жеткізу ғибрат еді. Шежіреші адамдар мен мұсылман халқының істерін басқарған элита қатпарларындағы кісілер Алла тағаланың кітабы мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүннеттеріне сүйеніп үйренетін еді. Олар бұл істі кәсіби білім беруші сипатында емес, керісінше хадистерді жеткізгендей етіп атқарушы еді. Құран олардың қасиетті кітабы еді. Ол кітап олар ішінен таңдап алынған пайғамбарларға түскен еді. Ол оларды тура жолға бастады. Ислам болса олардың діні болып, олар сол үшін жанын қиюға әрі жан беруге дайын еді. Бұл олардың басқа халықтардан ерекшеленіп, әрі оларды шарапатты еткен еді дейді. Осы жерден түсінетініміз, автор осы соңғы кезде мұсылман қауымы, патшалар, мұсылман қоғамы не үшін артта қалып қойды десе, білімнен, әсіресе алдыңғы Алланың кітабы, пайғамбардың сүннетінен ажырап қалғандықтан олар артта қалып қойды дейді. Қазір білім туралы айтса, жалдамалы бір мұғалімдер, жағдай төмен, нашар мұғалім. Жалпы бұл кісінің айтып отқаны, қай жерде мұғалімнің жағдайы төмен болса, және олар өзінің білім беру әдетін бір табыстың көзі деп қараса, ондай болатын болса, ол қоғам оңбайды дейді. Себебі білім ол Құдайдан, пайғамбардан келе жатқан өте құрметті сала еді дейді. Олар білімді үйрену және мұсылмандарға түсіндіру жұмыстарын жүргізуді қалайтын еді. Олардың адамдардағы мақтаныштық мінезін
шығатын нәтижелерді тәкаппарлыққа алып келетін сындардан да қорғайтын еді. Онда дәлел ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әрі сахабаларының арабтарға елші етіп жіберулері, әрі олар жайлы ислам заңдарының және пайғамбар алейхиссалам келтірген дін үкімдерін үйренушілікті келтіруі мүмкін. Ол өзінің 10 шақты сахабаларын әрі олардан кейінгілерді сол міндеті үшін жіберген. Кейін ислам берік орнағаннан соң әр мемлекеттің тамыры кең көлемде таралып кетті. Мұсылмандар қарамағында тіпті алыстағы халықтарға да жетіп барды. Ислам діні қабыл етілді. Уақыт өте келе жағдай мүлде өзгерді. Үздіксіз әрі қосымша өзгерістердің көптеген жаңа заңдар діннің негізгі мәтіндерінен, Құран мен сүннеттен шығарып алынды. Осылайша қателіктерден сақтану үшін арнайы қағидалардың қажеттілігі туындады. Білім үйрену мен жүзеге шығатын біліктілік қажеттілігі туындады. Мұндай білімді біртіндеп реттілікпен үйрену талап етілді. Бұл өлшемде кәсіп, яғни білімді кәсіп ету, қолөнер кәсібіне айналды. Бұл тақырыптар жайлы пікірлер хал ілімі және тағылым беру жайында баптарда келеді дейді. Яғни хал ілімі деген не десе, хал ілімі деген жалпы сізге қажетті білім. Егер сіз саудамен айналыссаңыз, сіз саудаға қатысты білімдерді жақсы білуіңіз керек. Мысалы, шариғат тұрғысынан, қазір экономикалық тұрғысынан соны сізге білу міндет. Егер сіз дәрігерлікпен айналыссаңыз, дәрігерлікке қатысты білімдерді сіз толығымен білуіңіз керек. Мысалы, шариғат тұрғысынан, қазіргі заманауи медицина тұрғысынан, егер сіз қандай мамандық болсаңыз, сол мамандықтың діни және дүниелік жағын, қазіргі заманауи жағын терең білуді осы хал ілімі дейді. Сондықтан білімге жаңа өзгерістер және ретімен жасау мүмкіндік, сондай ерекшеліктер пайда болды дейді.